Қайырлы құрметті әріптестер, біріншіден кадрлық ауыс-түйістерін тоқталып өтейік. Бүгіннен бастап қоршаған ортаны регенерациялау басқармасының басшысы болып Бұғыбаев Аржан Мелісұлы тағайындалып отыр. Бұдан бұрын осы басқарма басшысының орынбасары лауазымын атқарып келді. Барлықтарыңыз білесіздер, шаруашылық саласында және бірқатар кәсіпорындарында басшылық қызмет атқарған. Аржан Мелісұлы, сіздің алдыңызда үлкен міндеттер тұр. Ары қарай да қазір басқа мәселелерге тоқтаймыз, сондықтан жұмысыңызда сәттілік тілейміз. Екінші, есепті кездесудің қорытындылары туралы. Барлық жауапты мемлекеттік органдар мен мамандардың бірлесе жұмыс істеп, үлкен нәтиже көрсетіп жатқан атап өткім келеді. 20-сы күні халықтың алдында есеп толық бердік, барлық мәліметті жеткіздік. Оның алдында баршаңыз үлкен жұмыс жасап, соған рахметімді айтқым келеді. Алайда мұнымен жұмыс аяқталмайды, өйткені халықтан, қоғамнан біздің алдымызда үлкен талаптар тұр. Соның барлығын біз абыройлы атқаруымыз қажет. Біздің алдымызда есепті кездесудің алдында айтылған барлық міндеттер мен уәделерді біз толық орындауымыз туралы жауапкершілігіміз тұр. Жалпы өздеріңіз білесіздер, Астанада 5 сәбиді жоғалтып қайғылы жағдайдан бастап әкімдікке 3217 азаматтар қабылдауға келді. Үлкен күрделі мәселелер көтеріліп отыр. Бізге келген өтініштер мен сұрақтарды орындау бойынша тиісті жоспарды бекіту қажет. Қалалық мониторинг және жедел әрекет ету орталығы келіп түскен сауалдарды жүйелеп, олардың орындалу барысын бақылайтын ортақ база құру қажет. Берік оралы, бұл сіздің бақылауыңызда болсын. Үшінші мәселе, тағы да ашық құдықтар бойынша. Өкінішке орай 19 ақпан күні тағы бір оқыс оқиға тіркелді. 13 жасар баламыз қаладағы ашық құдықтың біріне тағы да құлап қаза тапқанын баршаңыз білесіздер. Бұл төтенше жағдай тағы да қайтадан Алматы ауданында қайталанып отыр. Ашық құдық Астана су арнасы мемлекеттік кәсіпорнына тиесілі. Осыдан бірнеше ай бұрын жасөспірім қыз дәл осындай жағдайда осы ауданда қайтыс болғанда барлық аудан әкімдерге қатаң сөгіс жариялаумен ғана шектеліп едік. Бұл жазалау түрі сіздерге аз сияқты болып отыр, құрметті әріптестер. Ендеше Алматы ауданының әкімі Сәрсенбаев Әділбек Зейноллаұлына, отын энергетикалық кешен және коммуналдық шаруашылық басқармасы басшысының орынбасарына Алексеев Игорь, Астана су арнасы мемлекеттік мекемесінің басшысы Зейнелқабден Табиғат, Кәріз мемлекеттік басшысы Сұлтанбаев пен Алматы ауданы кәріз учаскесінің басшысы Власенко қатаң сөгіс жариялады. Берік оралы тиісті құжаттарды енгізуді сұраймын. Тағы да бір оқиға 19 ақпан күні қаламызда жан түршігерлік оқиға орын алды. Номер 2 әйелдер босанатын перинаталды орталықтағы босану бөлімінде келіншек дәрігерлердің көмегінсіз өзі еденде босанып қалды. Абырой болғанда бала мен ананың денсаулығына зиян келмеген, бірақ бұл жағдай ерекше бақылауға алынуы тиіс деп ойлаймын, өйткені мұндай оқиғалар жүйесіздіктің салдарынан орын алады деп айтуға болады. Біздің денсаулық сақтау саламызда осы сияқты сорақы жағдайлар орын алмау тиіс. Барлығыңызға білесіздер, өткен жылы елордамыз бойынша 8 ана өлімі тіркелді. Бұл 2017 жылмен салыстырғанда 4 есеге көп. Бұл жұмыс тағы да біздің жұмысымыздың көрсеткіші. 5-ші мәселе, трансформацияның 2-ші кезеңі туралы. Құрметті әріптестер, осы жағдайлардың барлығы жаңа айтылған проблемалар біздің жұмысымыздағы кейбір жүйелі кемшіліктер бар екенін тағы да көрсетіп отыр.
Сонымен қатар кеше өткен мәжіліс парламентінің пленарлық отырысында елбасы бүгінгі әлеуметтік экономикалық жағдай мен сыртқы саяси ахуалды ескере отырып бірқатар басты бағыттарды айқындап берді. Оның ішінде елбасы халықтың жағдайын көтеріп, азаматтарды әлеуметтік қолдау мен идеологиялық жұмысты күшейту бойынша тапсырмаларды берді. Бұл қала әкімдігінің құрылымын өзгертіп, кешенді жұмыс жасауды талап етеді. Осыған орай Астана әкімдігінің трансформациялаудың екінші кезеңін жариялау кезі келді деп отырмын. Бірінші кезең, өздеріңіздер білесіздер, экономикалық әсер, мемлекеттік аппараттың жұмысын жеделдету сияқты өз әсерін беріп отыр. Былтыр 27-тен 17-ге дейін басқармалар қысқартылып, олардың арасында жаңадан жұмыс тәртібі енгізілген болатын. Бұл тікелей бір жағынан бюджетті де үнемдеу, екінші жағынан мына жұмысымыздың жеделдету және жүйелі түріне көшуге мүмкіндік беріп отыр. Енді кезекте біз екінші кезеңге өтіп, келесі өзгерістердің орын алуына мүмкіндік жасауымыз қажет болып отыр. Біріншіден, қазіргі қаржы және бюджеттік және стратегиялық жоспарлау басқармалары жаңа экономика басқармасы болып біріктіріліп, қаламыздың стратегиялық даму мен басым секторларды дамыту арқылы жаңа экономиканы жасақтауға жауап беретін болады. Бүгінде Астана өз-өзін қамтып, шығындарын ақтап отырған, экономикамыздың 61% шағын және орта бизнесті құраған аймаққа айналған. Біз алдағы уақыттарда осы саланы әрі қарай дамытуымыз қажет. Ол үшін мемлекеттік активтер санын көбейтпей, нарықпен тығыз жұмыс істеу міндет тұр. Сондай-ақ бюджеттік қаражаттарды үнемдеу мақсатында және қызмет көрсету саласын жақсарту үшін сервистік контракт келісімшарт моделін белсенді іске асыруымыз қажет. Яғни біз күрделі қаржы шығындан үлкен нысандарды тікелей бюджеттен басқармаларымыз арқылы құрудың орнына операциялық шығынға ауысуымыз керек. Екіншіден, қалалық ортаны реновациялау басқармасы құрылады. Оған қалалық ортаны регенерациялау, құрылыс және тұрғын үй саясаты, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармалары кіреді. Бұл салада да өте маңызды міндеттер тұр. Жобалық бағдар әдісін қолдану арқылы әлеуметтік нысандар мен тұрғын үй қорын салу, жобалық басқарудың әлеуетін пайдалана отырып, әкімдіктің тапсырыс беруші ретінде рөлін нығайту, барлық мүдделі тараптармен тиімді қарым-қатынас орнату, смарт жобаларды іске асыру қажет. Сонымен басқа жүйелі басқармаларда тек қана саясатты әзірлеп, салалық саясатты іске асыру міндеттемелер қалады, ал ірі жобалардың барлығы осы басқармаға көшетін болады. Сонымен қатар кешенді және жүйелі шешімдер арқылы бюджет қаражатын тиімді пайдалану арттыру керек. Табиғатты пайдалану саласында қаланы жасылдандыру жұмыстарын жаңаша жүргізген жөн. Қаланың ландшафттық дизайнына байланысты заманауи тенденцияларды ескере отырып, жаңа ережелер жасауды тапсырамын. Экологиялық қауіпсіздік саласында ұзақ мерзімді басымдықтар негізінде әлемдік тәжірибеге сүйене отырып, жобалық басқару әдістерін енгізу және қоршаған ортаны қорғау тұжырымдамасын дайындау қажет. Үшіншіден, барлық қоғамдық идеологиялық жұмыс қоғамдық даму басқармасы арқылы ұйымдастырылады. Бұл басқармаға қоғамдық даму істері, мәдениет және спорт, тілдерді даму және архив ісі басқармалары біріктіріледі. Үш органның бір идеологиялық блокқа ену экономикалық тиімділікпен қатар әкімдіктің аталған саладағы жұмысын жаңа сапалық деңгейде шығарады. Бұл кешегі өзгерістер, үкіметтегі болған өзгеріске де сәйкес болады. Тиісінше идеологиялық жұмыстар елордалықтардың мәдени деңгейін көтеру және салауатты өмір салтын қалыптастыру арқылы астаналықтардың санасын жаңғыртуға мүмкіндік беретін сөзсіз. Осыған байланысты орынбасар Нұркенов Нұрлан жаңбыршылуына әкімдіктің идеологиялық және әлеуметтік жұмыстарын жаңғыртуды, әлеуметтік саладағы жұмыстарды жақсарту арқылы жергілікті атқарушы органдарының оң имиджін қалыптастыру бағытында жұмыс істеуді тапсырамын.
идеологиялық жұмыстардың маңызды бір саласы Астана қаласы әкімдігінің қызметімен қалада атқарылып жатқан жаңа жобаларды көпшілікке таныстыру болып табылады. Төртіншіден, жаңадан цифрландыру және мемлекеттік қызмет басқармасы құрылады. Елбасының елімізді әлемнің ең озық 30 мемлекетінің қатарына қосу туралы нақты тапсырмасы бар екенін жақсы білесіздер. Бұл сәйкесінше жаңа инновациялық даму мен жедел технологиялық өзгерістерді талап етеді. Елордада смарт Астана ауқымды жобасы іске асырылуда. Қазір тұжырымдама бекітілген. Бұл ең бірінші халықтың жағдайын жақсарту, қолайлы қызметтерді ұсынуды көздейтін заманауи жоба. Аталған салаларды цифрландыру ең әуелі еңбек өнімділігін арттыруға, қарапайым халыққа және кәсіпкерлерге сапалы қызмет көрсету қамтамасыз етуге, жылдам әрі қауіпсіз ақпарат ұсынуға, деректерді жинақтау, өңдеу, адам капиталын дамыту, яғни креативті қоғам қалыптастыруға мүмкіндік береді. Трансформацияның екінші кезеңінде көзделген өзгерістер бүгінгі заманның талаптарына жауап береді және елордамызды одан әрі дамытуға оң серпін береді деп сенемін. Жаңа тағы да қайталаймын, кешегі үкіметтердегі өзгерістерге сәйкес келеді. Сондықтан орталық мемлекеттік органдармен бірлесе жұмыс атқарып, айтылған елбасының тапсырмаларын барлығын толық және сапалы орындауымыз қажет. Және де қазіргі күні талаптар да көп, қоғамнан талаптар, сыртқы әсерлері бар. Соның барлығын біз жаңа жүйе арқылы іске асыруымыз қажет. Осыған орай барлық орынбасарларыма мемлекеттік органдардың қызметінің жан-жақты зерделеп, оны жақсарту жайлы нақты ұсыныстарды енгізу тапсырамын. Бұл тек аталған салаларға ғана емес, өзге де бағыттарға қатысты. Сондықтан барлық қалған 17-тен 13-ке дейін басқармаларды санын қысқартамыз. Барлық әр басқармада өзінің өзгерістері екінші кезеңдегі мына трансформациялауға сай жаңа функцияларды іске асыру тиісті құжаттарды әзірлеп, барлықтарыңыз осындай ұсыныстарды беруді тапсырамын. Бергі оралы бақылауға алыңыз бұл жұмысты. Енді күн тәртібіндегі мәселеге, жүйелі мәселелерге көшейік. Барлықтарыңызға белгілі, мемлекет басшысы 2019 жылда жастар жылы деп жариялады. Біздің алдымызға қойған мақсат жастардың әлеуетін іске асыруды негізге болатын жүйелік шаралар ұйымдастыру. Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен жастар жылы бойынша республикалық жол картасы бекітілді. Астана қаласында да тиісті жол картасы қабылдауымыз қажет. Осыған байланысты Астана жастар 2019 жастар жылының аумақтық жол картасын әзірлеу туралы қала әкімінің орынбасары Нұркенов Нұрлан Жаңғыршаұлының баяндауын сұраймын. Құрметті Бақыт Тұрлыханұлы, құрметті әріптестер, осы жылдың 23 қаңтарында мемлекет басшысы еліміздегі жастар жылына ресми түрде бастау берген болатын. 30 қаңтар күні Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен жастар жылын өткізу жөніндегі республикалық жол картасы бекітілді. Астана қаласының әкімдігі 2019 жылда жастар жылы деп жариялау туралы бастамасын жүзеге асыру мақсатында бірқатар жұмыстарды атқаруда. 18 жылдың қараша-желтоқсан айларында елордалық белсенді жастар ұйымдарының көшбасшылары, жоғары оқу орындары мен колледждердің жастар ісі жөніндегі комитеттері, кәсіподақ ұйымдары мен Қазақстан Халқы Ассамблеясының жастар қанаты, танымал тұлғалар және әлеуметтік желілердің белсенді пайдаланушылары, бизнес және бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері, блогерлер және қоғамдық пікір жетекшілері, қалалық мәслихат депутаттарының қатысуымен жастар жылына жоспарланған іс-шараларды талқылау бойынша бірқатар ашық кездесулер ұйымдастырылды. Сонымен қатар, құрметті Бақыт Тұрлыханұлы, өзіңіздің төрағалығыңызбен 19 жылғы 25 қаңтар күні Астана қаласы әкімдігі жанындағы жастар ісі жөніндегі кеңестің кеңейтілген отырысы өткізілген. Бұдан басқа, Астана қаласы әкімдігінің құрылымдық бөлімшелерінің, үкіметтік емес және қоғамдық ұйымдардың, бірлестіктердің және басқа да мекемелердің жоспарлары мен ұсыныстары жинақталды.
Аталған іс-шаралардың қорытындысы бойынша мемлекет басшысының жастар жылының ашылу салтанатында берген тапсырмасын жастар жылын өткізу бойынша республикалық жол картасының негізгі тұстарын ескере отырып, Астана жастары 2019 жастар жылына арналған өнерлік жол картасы әзірленді. Жол картасы жастар саясатын жүзеге асырудың және жастармен жұмыс істеудің 11 негізгі бағыты бойынша 161 жобадан тұрады. Мысалы, сапалы білім беру, жұмысқа орналасу, патриоттық тәрбие беру және тағы басқа. 161 жоба аясында түрлі санаттағы 600-ден астам іс-шаралар өткізілетін болады. Бұларды жүзеге асыруға 3,2 миллиард теңгеге жуық қаражат көзделген. Жол картасына Астана қаласының аудан әкімдіктері, басқармалары және мемлекеттік емес сектор жобаларды енгізілген. Соның ішінде ағымдағы жобалар 75, оның 6-ы бюджет қаражатынсыз, жалпы қаражат көлемі 1,5 миллиард теңгеге жуық. Жаңа қалалар жобалар ұсынылған 54, жалпы қаражат көлемі 900 миллион теңгеден астам. Оның ішінде 20 жоба қосымша 724 миллион теңге қаржыландыруды талап етеді. Республикалық жол картасындағы тапсырмаларды жүзеге асыру үшін енгізілген жобалар міндетті 32, оның ішінде 22 жоба қосымша қаржыландыруды талап етеді. Қоғамдық даму істері басқармасы бойынша 2 жоба 800 миллион теңге қаржыландыруды талап етеді. Астана қаласының экономика және бюджетті жоспарлау басқармасына аталған 22 жаңа жобаны жүзеге асыруға қажетті 1,5 миллиард теңгеге қосымша бюджеттік өтінім енгізілді. Сонымен қатар, құрметті Бақыт Тұрлыханұлы, сіздің тапсырмаңызға сәйкес қоғамдық даму басқармасына тұрғындарды, жастарды анағұрлым көп қамтитын жобаларға басымдық бере отырып, шығындарды оңтайландыруды тапсыру қажет деп санаймын. Сондай-ақ, жол картасына енген жобалардың жүзеге асуына жауапты басқармалар қаржыландыру мәселесін тағы бір пысықтау қажет деп есептеймін. Рахмет. Баяндаушыға сұрақтар бар ма? Онда жаңа аталған жаңа қаржыны талап ететін мәселелерді бәрін уақытылы қарастырып, Асқар Кемеңгерұлы, бюджетімізді түзету мәселелеріне енгізуіңізді сұраймын. Тағы да барлық басқармалармен бірлесіп, бүгінгі кешке дейін бекітуіміз қажет. Сондықтан бұл жұмысты тезірек іске асыруға көшуіміз қажет. Халыққа, елордалықтарға барлық әр саладан іске асырылатын жобалардың барлығын таныстыруымыз қажет. Уақытылы бұл жобаны біз осы айдың басында бекітуіміз керек еді, бірақ көп жұмыстармен айналысып кеттік те, сондықтан қазір тезірек бүгін бекітіп, бүгіннен бастап түсіндіру және атқару жұмыстарды бастап кетуіміз қажет. Нұрлан Жаңбыршыұлы, бұл сіздің мүддеңізде. Құрметті әріптестер, негізгі мәселелер қаралды. Сұрақтарыңыз бар ма маған? Онда іске сат, жаңа жүйелі жұмыстар айтылды. Соларға тезірек көшіп, көпке создырмай, жаңадан барлық құжаттарды бекітіп, тезірек ол әсерін елордалықтарға көрсетуіміз қажет. Рахмет.